Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу 57 сабақ. Қазақ биі. Сен бүгінгі сабақтан сөйлеуде суреттерді қолдана алатын боласың. Бірінші тапсырма. Төмендегі суретке зер салып, бидің адамға пайдасы туралы әңгімелеп көр. Мұнда балалар қара жорға биін билеп жатыр. Қара жорға биі адам денесінің бұлшықеттеріне өте пайдалы. Қара жорға биі адам дене мүшелерінің қимыл қозғалыстарын жақсартады әрі қан айналым қызметін де жақсы жүргізеді. Сондықтан да қара жорға биі адам денсаулығына өте пайдалы болып табылады. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Қазақ биі. Жұрт бас қосқан бір жиын тойда қыздар мен итермелеп шара би билейді деді. Домбырашылар тартқан күйдің ырғағына орай билей бастадым. Сонда көз алдыма қанат қаға ұшқан құстардың қалықтағаны рауанда батып, келе жатқан таң алдындағы гүлдердің бір жарғаны, не болмаса тау текенің шың басына секіргені, жорға аттың жүрісі тағы да басқалары елестеп, музыка сазындай естілді. Осы қимылдарды салып, шыр көбелек айнала бердім. Ұршықша айналып келіп, тоқтай қалғанымда жұрт маған қарап қалыпты. Содан бері биші қыз деген атаққа ие болдым. Қазақ биі негізінен қол, бас, мойын, көз, иық секілді түрлі дене мүшелерінің қимылдарымен бейнеленеді. Ал біз оны қиюын тауып, үйлестіре білсек, қазақтың ұлттық биінің өз ерекшелігі танылады. Мен бұл жөнінде би туралы сабақ деген кітап жаздым. Сонымен қатар маған өз елімнің тұрмысын, тарихын, әдет-ғұрпын, дәстүрін зейін қойып, үйрене білуімнің өте көп пайдасы тиді. Мысалы, қазақ халқының көкпар, қыз қуу, садақ тарту, тағы да басқа ұлттық ойындарына оның сыртында кесте тігу, текемет, сырмақ басу, ұршық иіру тәрізді қазақ әйелдерінің қол өнеріне қатысты іс-қимылдар бар екені белгілі болды. Осылардың барлығы музыка ырғағына түскенде тұнып тұрған қазақ биі демей не дейміз? Мәтіннің авторы Шара Жиенқұлова. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы. Шара Жиенқұлова туралы әңгімелеп көр. Шара Жиенқұлова қазақ халық бишісі әрі әртісі. Шара Жиенқұлова 1912 жылы Алматы қаласында туған. Ол 1991 жылы дүниеден озды. Шара Жиенқұлова қазақ би өнерін дамытуға үлкен үлес қосқан. Ол 16 жасында биші қыз атанған. 1936 жылы Мәскеуде өткізілген Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің 10 күндік мәдени шарасына қатысып, ұлттық би өнерімен көпке танылды. Төртінші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, әр бағанға ортақ атау ойластыр. Не артық екенін анықта. Осы тізімді өз бетінше жалғастырып көр. Кесте тігу, сырмақ басу, садақ тарту, текемет басу. Мұның барлығы қазақтың ұлттық әйелдер қол өнері болып табылады. Мұндағы артық садақ тарту, өйткені садақ тарту әйелдерге емес, ерлер қауымына тән болған. Екінші бағандағы сөздер: сырмақ басу, көкпар, қыз қуу, садақ тарту. Мұнда қазақтың ұлттық ойындары жазылған. Мұндағы артық сөз сырмақ басу, өйткені сырмақ басу ол қол өнер болып табылады. Көкпар, қыз қуу, садақ тарту теңге алу болып, әрі қарай жалғастыруға болады. Бесінші тапсырма. Өлеңді тыңда, өнерпаздар. Бақшамызда шаттанып, бар өнерді ақтарып,
ойын сауық басталды, оны кемел басқарды. Көріңіздер өнерін, көбен күйдің шебері, ән салады сара қыз, би билейміз бәріміз. Бар өнерді көріңіз, бағаңызды беріңіз. Өлеңнің авторы Әдібай табылды. 6-шы тапсырма. Сыныбыңда өнерпаз балалар бар ма? Олардың таңдаған өнері туралы 3 сұрақ дайында. Сұхбат ал. Біздің сыныбымызда Каусар есімді тігінші қыз бар. Ол кесте тігеді. Мен сол қызға 3 сұрақ дайындадым. Сен кесте тігумен қай жасыңнан бері айналысасың? 2-ші сұрақ. Тігіншілікті қайдан үйрендің? 3-ші сұрақ. Қандай тақырыптағы кестелерді тіктің? 7-ші тапсырма. Қазақтың би өнері тақырыбындағы фото көрмеге қандай сурет ұсынар едің? Ойыңды дәлелде. Қазақтың би өнері тақырыбындағы фото көрмеге мен ең бірінші Шара Жиенқұлованың суретін бейнелейтін едім. Және де осындағы Шара Жиенқұлованың билеген билерінің суреттерін де ұсынамын. Сонымен бірге қазақтың Қара Жорға, басқа да танымал билерінің суреттерін де қоюға ұсыныс жасар едім. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.